Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен жасалу тәсілі өте оңай. Грек салатын жасау тәсілімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бұған ештеңе пісірмейміз, бәрі дайын. Бізге керегі қызанақ, қияр, қызыл пияз, салат жапырағы, мята, жалбыз, сыр, творожный сыр, оливка дәні, асқабақ дәні, оливка майы, қарабұрыш, тұз, менде құрғақ базилик, райхан құрғақ. Қызанақты, қиярды ұзыншалау, үлкендеу етіп, тураймыз, ілілеу етіп. Мен көрсетіп беппін, көк пиязды туралат болған, ірі етіп. Пиязымызды, қызыл пиязымызды турадық, енді дәмдеуіштерімізді қосамыз үстіне. Базилик, тұз, оливка майын, салат жапырақтарында ұзыншалау етіп тураймыз. Жалбызды, мятаны, жапырақтарын жұлып салуға да болады. Туралудың керегі жоқ, ірі болып тұрған әдемі көрінеді. Осылардың бәрін тұзын, бұрыштарын жақсылап араластырып аламыз. Сырымызды саламыз. Осылай жақсы араластырып алып, үстімізге саламыз. Осының бетіне оливкамыз саламыз. Менде ішінде дәні болған екен, оның дәнін алып салдым. Үстіне творожный сырымызды саламыз сосын. Оның үстіне асқабақ дәнін септім. Өте керемет дәмді салат болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса, лайк басып тіркеліп отырыңыздар.